Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай чудо роза деді. Осыны алдырттым. Правда, Россиядан Wildberries-тен алғанбыз. И шоколадты салатын осындай капсулалар алдым. Тоже Wildberries-тен келді, 1000 теңге болады. Капсула бумажный. 200 штук 1000 теңге тұрады. Екен. Ал мынаны ашпастан бұрын обязательно біз ашып пайдаланардан алдын біз обязательно жылы суға обрабатывать етеміз. Жылы суға теплый воды. Ыстық емес, жылы суға жуып шығамыз мыналардың бәрін. Да қалай жасалу керек екені жазылған. Қазір енді бұны жылы суға жуамыз. Потом обязательно марламен, спиртпен барлық ячейканы сүртіп шығамыз. Жуып тазалап, спиртпен обрабатывать етіп, бинтпен сүрткен кезінде ішін қадағалайсыздар. Ішінде ешқандай жіптер қалмасын. Шоколадпен жабысып шығады. Мұнда мен шоколадты температурада дайындап қойдым. Мына мендегі одноразовый мешокты жүйеге ақша тұрады, мен қымбат болмайтын. Мына ішінде бір мешоктың 100 штук 600-700 теңге тұрады. Ну, стоится то. Шамамен менде 300 грамм болды, 313 грамм. Осылай байлап алсаңыздар, шоколад ағып, неғып кетпейді. Жыртылып кетпей үшін үлкенірек қылып тескен дұрыс, өйткені жыртылып кетеді. Осылай барлығына құйып шығамыз. Құйып шығып жатқан кезінде обязательно жаңағы неге тақтайшаға ұрып тұрасыздар, өйткені кейбір жерлеріне кірмей қалады. Сол үшін, барлық жеріне кіру үшін тақтайшада осындай доска ұрып тұру керек, әрбір тесігіне кірсін. Осылай стукот етіп дайындап аламыз. И 10 минут тұрады. Сол күйінде салқын жерге апарып қойсаңыз да тез қалпына келеді. Одан кейін барып, 10 минуттан кейін барып шпажка қоюға болады. Қазір қойсаңыз шататься етеді, поэтому қазір сразу құя салып қоймаңыздар. Міне уже біздің шоколадымыз қатып, кішкене қатыңқырады. Уже можно шпажка салуға. Мұнда 23 штук. Өткіз жерден тез салып. Прям қатқапты. Достар, лайк, подписка жасауды ұмытпаймыз. Каналға тіркеліп, комментарий жазып, чтобы видео көрінетіндей, достарыңызға жіберіңіздер, чтобы үйреніп алып. Менің мына мысалға молдым 2-ақ молд болды, поэтому менде 5 сағат уақыт алды. Барлығын бұны. Если сіздер сразу 6 молд алатын болсаңыздар, ол кезінде максимум 2 сағат букетті жасап беру уақыты 2 сағат алады. Өйткені бұны жаңағы темперировать ету әдісі бар, оған 1,5 сағат кетеді. Молдтарды жуасыз, кептіресіз, темперировать етесіз, соның бәріне 1,5 сағатыңыз кетеді. Одан кейін мынау формаға қойып кептіру, оның өзі 1 сағат. Упаковка жасау 1,5 сағат. Общий сізде 6 молд болса, ол кезінде 2 сағат кетеді. А менде 5 сағаттай кетті. Өздеріңіз көріңіздер, бір тестен алатын болсаңыздар, 6 молд алыңыздар. Міне, уже ақтан жасалынды. Ақ шоколадым менде 390 грамм болып тұрды. 31 градус болған кезінде обязательно құямыз шоколадты. Осы температура, әдемі температура негізінде. Сыртын краскілесеңіз, жаңағы
кондурин бір нәрсе жағатын болсаңыз, ол екінші рет мына шоколадты пайдалануға болмайды деген сөз. Ал мен бұны сіздерге образец ретінде қалай жасалу керек жөнінде көрсетіп тұрмын. Шоколадты темперировать ету әдісі оңай. Ол әр шоколадтың өзінің сыртында жазылып тұрады. Қанша градусқа көтеру керек, қанша градусқа төмен түсіру керек. Мысалға, бұл шоколадта 40 градусқа көтеріп, оны 31-30 градусқа суытыңдар деп жазылған. 32 градусқа арасында. Поэтому сол инструкция бойынша жасасаңыздар жаман болмайды. Мына 2 молдқа 260 грамдай кетіп отыр менде шоколад. Енді есептеңіздер. Есептеуге келетін болсақ, оны 3-ке көбейтесіз. 260 грамды 3-ке көбейтесіз. Сонда бізде 730 грамм болып тұрды. 730-ды біз жаңағы біздің шоколадымыз 6,5-7,000 теңге арасында. 6,5-7,000 теңге. Ортадағы мысалға мына қызыл руби деген шоколад, ол 7,5 теңге. Қарасы 5,900 теңге. Ағы 6,5 теңге. Ал ортадағы сума, екеуінің ортадағы сума 6,600 теңге деп алғанның өзінде 1 кило шоколад 6,600 болса, бізде мындай 730 грамм. Расход бізде шамамен 5,000 теңгеде кетеді. Если только мына роза гүл жасасаңыздар. Если мына фиона, жаңағы тюльпан, ондайларды қосатын болсаңыздар, оның әрқайсысы мына фионың өзі 3 штук, фионың өзі 120 грамм. Поэтому олар отдельно. Мен оларды қосқан жоқпын. Ал сіздерге только розаның ценасын айтып жатырмын. Достар, видеомыз соңына да жетіпті. Сау саламатта болайық, лайк басуды ұмытпайық.